Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Кабар маалымат агенттигинин Санжара программасы кайрадан эфирде. Мен азыр сиздер менен коноктор менен тааныштырып кетейин. Жанымда отурган аксакалыбыз Алыбаев Бакытжан, Жамбыл областы, Казакстан, Мерке районунун тургуну болот. Калабаев Зарлык, Казакстан, Акмола областынын тургуну болот. Жана биздин жазуучубуз Кушубек Аксакал жазуучу. Мына бүгүн булар атайын бизге маек кылуу келип отурушат. Биздин бүгүнкү маек кылуу темабыз бул Казакстан деп койсок, мисалы үчүн элиндеги кыргыздардын таралышы, жайгашышы жөнүндө сөз болмокчу. Ошон үчүн бул жерге Казакстандан келген конокторубуз казак эмес, улуту кыргыз, баягы укум тукумдан бери ошо Казакстанда жашап жүргөн адамдар, санжыр эзилдеп, иликтеп жүргөн адамдар. Мына бул ушуга менен маек кылмакчыбыз. Бул сөздүн башында мен айтып кетчү нерсебиз, бул Кушубек Аксакалдын эмгеги абдан зор. Анткени Кушубек Аксакал жазуучу катары кыргыз элинин тарыхын, санжырасын көптөн бери иликтеп, жерди кыдырып жүргөн адамдардын бири. Мен буга абдан чоң маани берем бул ишке. Кушубек Аксакал негизи Кыргызстан эле эмес, Өзбекстан, Казакстан, Кытайды аралап келгенчи. Мына ушул Кушубек Аксакал изилдеп жүрүп Казакстанда Көкчөтө, Акмола областында кыргыздар менен байланышып, бизге эфирге чакырды эле. Ушул сиз айтып койсоңуз, ошо кандай себеп менен жолугуп калдыңыз, кандай изилдеп жүрдүңүз, кандай жыйынтык чыкты? Мына китебиде жазылган турбайбы кыргыздын санжырасы? Рахмат. Ушул мен өзүм көптөн бери эле бир канча жылдардан бери ушу бөлөк Кыргызстандан тышкары өлкөлөрдө чачылган кыргыздарды ушу кызыгып изилдеп, иликтеп келгем да. Анан кийин мындан бир 10 чакты жыл мурун баягы интернет заманы да. Интернеттен бир инелер айтып калды, сизди Казакстандан издешип атат деп. Анан мен баягы санжыра жазып жүргөнүмдү угушса керек. Анан бул Зарлык Калабаев көрсөк, Зарлык Калабаев мени издеп аткан экен. Анан экөөбүз баягы интернет аркылуу байланышып, анан бул кишини чакырып, Зарлык бир 10-чу жылдары келдиң, 11-чи жылдары Кыргызстанга биринчи жолу келип, анан таанышсак, бул түйүм кыргыз деди. Ой, кыргыз болгондо кандай? Мен баягы кийинки мигранттар менен алмаштырып албайын деп ойлодум да. Башында анан көрсө, мындан 235 жыл мурун ушул таластан бир төбө балбан дегенди өлтүрүп коюп, Саруудан бирөө, Кушчудан бирөө, Кара Кесектен бирөө ишилип 6 жигит мал сал үй бүлөсү менен ушу Сарыаркага качып, андан ары ушу Көкчөтө жакка ооп кеткен экен да. Анан буларды баягы мал келин менен барып, аларда казактарда азыр айтылат, айтылбайбы, айтылабы, мурда бай кыргыз, жаңы кыргыз деп экиге бөлүп айтышат. Азыр деле ушинтип айтылат. Буларды бай кыргыз деп коюшкан да. Анан булар ошентип Көкчөтөдө туруп калышкан. Анан бул Зарлык Калабаев келип, таласка алып барып, Манасордого зыярат кылып, анан ушул чоң атасы айткан экен, түйүң кыргыз болот, жериң талас болот, таластан келгенсиң деп, анан ошол таластын көкүрөк жагына барып, биздин айылда Чат базарда ата бабасына Куран окутуп, анан ушу биз менен таанышып кеткен. Анан ошондон бери байланышып калып, андан кийин дагы бияктагы ар кандай форумдарга этникалык кыргыздардын атынан Казакстандан келип жүрдүңүз, Анан кийин былтыр бул Зарлык айтып атпайбы, телефондон чалып. Бул туугандар айтат экен да. Бул Кыргызстанга эле барып атасың, же биз бир кыргыз издеп келген жок деген сөз болуптур. Анан кийин кой дедик да, анан өткөн жылы биз 5 киши болуп, атайын машина менен ушу жол жүрүп отуруп, Көкчөтөгө Бурабай деген райондо турушат экен. Бурабайга барып, мынакей мына Абылай хандын
қан ордосы турган бурабайда болдук. Анан кийин эртесинде булардын туугандары жашаган Көрнөктү деген айыл бар экен. Жалаң кыргыздар жашайт экен. Анан ошол жерде аксакалдар да айтты, бул ушунча 2 кылымдан бери биринчи жолу бизди кыргыздар издеп келип атат деп көздөрүнөн жаш алышып аябай ыраазы болушту. Анан булар жөнүндө санжыраларына кызыгып калдым. Анан зарлык мынакей өзү ошол эле жыл алып келген Кайырбек Оспановдун Урункай кыргыздары деген жакшы китеп экен, бүт санжыралар. Бул жалпы элеги Казакстандагы бардык кыргыздардын санжырасы экен да, бүт уруулардын. Бу жерде сарулардыкы да бар, саяктардыкы да бар, куштулардыкы да бар. Бардык уруулардын санжырасын эринбей бүт изилдеп жазган экен. Бул баалуу эмгек бул. Сиз муну айтып койсоңуз, Уранкай кыргыздары десе, санжырасы десе, Уранкайсы жердин аты деп түшүнбөсүн. Бул деген кыргыз баатырынын аты. Туурабы? Сиз ошону айтып койсоңуз, Уранкай бул кыргыз баатыры, ошол жерде жашап өткөн кыргыз баатыры. Уранкай дегенди, мисалы Алтайлыктардагы баягы бир сөз бар. Алтайда ушундай бир лакап кеп бар экен. Уранкайда журтум калды, кула аттуу атым калды деген да, баягы Алтайдан Алатоого келгенде. Үйрөнгөй деген жалпы ошол Енисейлик кыргыздарды айткан. Бул бир немеси да, варианты. Ал эми экинчи берде Атыгай жанагы аргындардан уруу башчысы Атыгайга бир жигит жоо чаап, аябай баатырлык көрсөткөндөн кийин анан Атыгай айтат экен, эмне каалооң бар дегенде, мыногу беттеги жайлоо менен мыногу көлдү мага ыйгарып берсеңиз деген экен. Ой, атың ким, сен мыкты жигит турбайсың дегенде, Уранкай деген экен. Ошо менен Уранкай кыргыздар болуп калганда, ошол жигиттен тараган. Ага чейин кына көчөк болуп, аны эми Зарлыбек өз айтып берер. Жанагы 2-1 тууган, дагы бир 4 жигит менен 6 жигит ошол Сарыарканы көздөй ооп качып кеткен экен. Зарылса, сиз улантып койсоңуз. Биздин енді анау шығу тегіміз, Құсбек айтып кетті ғой, ел ішінде бір күрес болып, сонда бір түйебалуанның белі сынып, соған ел арасында кішкене шиеленіс болады. Сосын ақсақалдар жиылып, елдің арасын бұзбай, сол одан да мынау көрші елге барып, сол жақта тұрып қалыңдар, араласармыз сосын деген. Сонымен осы жігіт қына көшік қасындағы жолдастарымен бір табын жылқысымен қазақ жерін алған ғой. Ал анау Урункай кыргыз деп атайтыны, бұдан қына көшектерден бұрын Урункай деген кыргыз жігіті киеліп, нағаш жұртына киеліп, тұрыққа батырлық істеп, содан жер риза болып, ананың жаугершіліктегі ісіне, соған ана Урункай деген көлді берген, көл жайлауын берген. Сосын енді ол жігіт картаят нетеді, сол жерлерінен соны Урункай деп сол көлді атап кеткен. Ана жігіттің атына, қырғыз жігітінің атына. Содан кейін біздің ел аталарымыз кеп қонғанда сол жерге қоныстанған. Сол маңайға. Содан кейін барып бізде енді анау тұрған жеріне байланысты Урункай кыргыз деп айтады. Анандан шыққанда енді Құшшыдан шықты қой, оны бай кыргыз деп, ана жылқы айдап келген үшін бай кыргыз дейді. Бізден кейінгілер бар одан. Абылайдың соңғы шапқыншылығында аманатқа келген кыргыздар бар ғой. Олар енді әртүрлі жаңа кыргыз деп айтып атады оларды. Олардың ішінде менің білетінім елшіге келген кыргыз бар. Бірақ енді транскрипция қазақ тілі ауысқанда ол түбі елшібек кыргыздар ма деп ойлаймын. Ондай кыргыздар бар бізде. Желтау кыргыз деген кыргыздар бар. Сол біздің маңайымыз тұрады. Ал мынау біздің өзіміз Сару кыргызы бар, анау қынымен көшекке еріп келген. Ол көрші ауыл ба, бір ауыл болып тұратын да. Қазір енді бәрі халық қалаға ауысып жатыр. Ал енді біздің екі ауылымыз іргесі сөгілген жоқ деуге болады. Сол 200 түтін сол тұрады сонда. А енді кейінгі жас балалар барлығы қалаға кетіп отыр қазіргі заманның несіне байланысты. Ал мына Кайырбек Оспанов деген ағамыз осы мынау іздеп жүріп, осы сарылап осы кітапты жазып, бізге үлкен аманат қылып кетті. Менің анау ұлы әжем айтатынды, сен бетіңнен қақпай өсірдік сені, сенің атының тұяғы бір түйер түбінді қырғыз жеріне, сонда дұға жаса не деп. Сол енді жас кезімде ескермедім. Жас келгеннен кейін соны ескеріп, содан Сатбазарға келіп, іздеп кеп, анда Айша бибиден өткенде кутя дейді екен қырғызда құсшылар. Кутялар сол таластан әрмен қара кутя дегенге сол іздеп Сатбазарға кеп, сонда жігіттермен танысып, мал алып,
сатылған молламен келісіп елді жинап сол жерде дұға беріп сосын барып ішім не тапқандай болды, бір рахат тапқандай болып. Алдында мен интернетке бергенмін іздеп, осы менің туыстарым құсшылардан кім бар деп, Санжыра бар ғой соған. Соның интернет араласып отырып, осы Құсшыбекпен жігіттер кездестіріп, сол Құсшыбекпен кездесіп, сол әйтеуір осыны табыс қылдым қолына, аманаттай берген кісі. Құрметті замандаштар, мына қырғыз бойдан қалады екен. Мына 2,5 ғылым дейбіз бе, бұл Зарлық Ақсақалдың ата тегінен кеткен, бай қырғыз деп атпаймыз ба? Бай қырғыз деп бұлар қолында бар болып барған үшін бай қырғыздың емес келіп қалған. Шындығында бай қырғыз деп мұрынғы келген кісілерді айтшы жалпы жолынан. Ушул көз өтіп кеткен Қайырбол Османов ақсақал. Şu ұрпақтарына біз қырғыз екенін ұмытпағыла дегенде Санжирасын жазып кеткен екен. Бұл жерде біз тазим қылышымыз керек. Мына бір-бірін азы мына қырғыздар іздеп келіп отырады. Бұл біз үшін чоң сыймық. Біз де қуанып отырамыз. Қазақтың арасында қырғыз бізде бірбіздешіп отқандардан жақсы да. Жақсы. Бақытжан, көп сұрақ болады да, бірінші сұрағын шу саған берсем. Біз бай қырғыз деп атабыз, жаңы қырғыз деп атабыз. Бай қырғыз қашан келген? Жаңы қырғыз қашан келген? Негізі бұл қырғыздар Қазақстанға қандай баяғы шарттармен барып қалған? Шуға өзіңдің баяғы еліктеп жүргенде жиынтығың қандай болды? Құрметті қырғыз жұртшылығы, қырғыз елі, біз енді мынау ертеде ата-бабамыздың айтқан сөзі бар. Мынау еті біздікі болса да, сүйегі сіздердікі деген сөз бар. Сол сияқты біз енді қазақ жерінде туып өсіп, қазақ жерінде тұрып атқанымызбенен біздің ұлтымыз қырғыз екенін, біз Құсшыдан шыққан екенімізді, біздің ата-бабамыздың туып өскен жері Талас екені, Манастың ұрпағы екенімізді, біз осы мұндағы жас балалар емес, біздің үлкен ата-бабаларымыз құлағымызға құйып, осының бәрін сіңіріп айтып кеткен. Сол себептен біз енді қазақ жерінде тұрсақ та, өзімізді ұлтымыздың қырғыз екенін, паспортымызда қырғыз деп жазылғанын әлі күнге дейін мақтан тұтамыз. Біз енді ол мерке жерінде туып өсіп, сол жерде тұрып атқанымызбенен біздің 3-4 атамыздың осы мерке жерінде тұрып жатқанына, олардың енді ертеде келгенін, жоқ әлде сол жерде мекен етіп бұрыннан тұрып жатқанын, бұл енді дәлелсіз нәрсе. Оған енді тарихшылардың әріде болса, мына біздің ортамызда отырған Құсшыбек ағамыз сияқты бұл бір туар азаматтар осындай ертеде келген емес қазақ жеріне. Біздің мерке жерінде осы Құсшыбек ағамыз сияқты бірнеше азаматтар келіп, әлде болса осыны жақсылап тұрып, зерделеп, зерттеп, осы мерке жерінің қандай бір құпиясын біліп, тек қана мерке емес, осы Қазақстанның бірнеше облыстарын аралап, түгел бәрін зерттеу керек пе деп ойлаймын. Себебі біздің мерке жерінің өзінде ертеден Бүрге батыр, қырғыздың батыры Құсшыдан шыққан, Солтадан шыққан Жайыл батыр жерленіп жатыр. Сол жерде сол кісілердің қабыры, сүйегі сонда. Бұлар неге онда жерленді? Не себепті сонда қалып қойды? Осылардың бәрін түгелмен зерттеп, осыны анықтап білген дұрыс па деп ойлаймын. Осы мәселе жөнінде Құсшыбек ағамыз бірнеше жылдар Мерке ауданын аралап, тек қана Мерке ауданы емес, Қазақстанның мінекей естіп отырсыздар, түкпір-түкпіріне де барып, мына осы жақында Әзербайжанға да барып, бұл кісінің еңбегі өте зор. Осыны барлық қырғыз еліне, қырғыз жұртшылығына менің айта кетерім, осы кісілерге бір демеушілік жасап, қаражат жөнінен бола ма, мынау жоғарғы биліктердің көмегі бола ма, бұл кісілерге өте билік көмектің зарлы екенін мен көріп отырмын. Себебі мына Бүрге батырды зерттеп бұл кісі келген кезінде Мерке ауданында көптеген қырғыздар тұрып жатыр. Оның ішінде бізде тек қана құсшылар емес, ол жерде саяқтар да тұрады, жалаңмайза тұрады, сақалдылар тұрады, қытайлар тұрады, моңғолдар тұрады. Оның бірнеше руға бөлінген елдер тұрып жатыр. Бірақ барлығы түбі қырғыз екенін біледі. Бірақ қазақ болып жазылып кеткен. Қазақ болып жазылып кеткен. Оның ішінде бірнеше біздің өзіміздің тұрып жатқан жерімізде бірнеше шейнелер тұрамыз біз. Шейнелердің көбі барлығы документінде қырғыз деп жазылған.
Өйткені біз сол қырғыз болып жазылып, қырғыз болып сол жерде тұрып жатырмыз. Бірақ біздің сол жерде туып өсіп, сол жерде мектебін оқып, қазақ тілінде оқып, қазақ тілінде білім алып, қазақ тілінде жоғарғы білімдерді алып осы қызметте жүргенімізге біраз жыл болды. Біз туып өскен жерімізді бәрібір ол Қырғызстан болсын, Қазақстан болсын, бұл екі мемлекетті бір-бірінен ажырату болмайды. Бұл екеуі, бұның тарихы тереңде жатқан, бұны жақсылап зерттеп зерделеу керек. Яқшы. Зәлбасан, сізге сұрауда мұндай, жаңа мен де айтпадым, Бақытжан айтқан жоқ аны. Бай қырғыз, жаңы қырғыз деп атпаймыз ба? Мұны айырмасы неде? Біз енді бай қырғыз дегенде жаңа айтып отырмыз ғой, негізі біз бір табын жылқымен келіп бай болып келдік осы жерге. Ол енді мынау кейін, бізден кейінгі еще мынау Абылайдың тұсында келген кейін келді олар. Где-то Абылайдың соғысынан біз бұрын бардық, үшінші соғысынан біз бұрын бардық. Оның дәлелі Абылай ханмен еріп келген, алып келген, аманатқа келген қырғыздар, олар соғысқа, жаугершілікке қатысқан жоқ. Олар сол Абылайдың несімен қарамағында өзі тұрды, оны хан қорғап, ол жер беріп олар өзі тұрып атты, халықпен бірге. Ал біздің аталарымыз анау Қалмақтың жаугершілік уақытында олар соғысқа қатынасқан. Біздің бір Құтпымбет деген атамыз анау кезде айтады ғой, енді қалай қолға мал, адамдар, байлық түседі, соны трофей дейді ғой енді. Сол бір Қалмақ қызын трофейный, соны біздің атамыз алған. Ол бұл дәлелі біздің ертерек келіп, аманатқа қайтқан қырғыздар, ертерек келіп соғысқа қатынасқанымыздың бір белгісі ол. Сол енді біздің өзі құсшы қырғыздың ішінде, ауылдың ішінде, бізді мысалда еще Қалмақ деп кішкене ойнап айтады. Өйткені біз тоқалдан туғанбыз. Құтпымбет атамыздың жаугершілікте алған Қалмақ қызынан туған неміз, ұрпақпыз. Сондықтан бізді кішкене ойнап, құрдастарымыз бізді атадан неткенде Қалмақ деп еще тағы да айдарлайды. Соған қарағанда біз Абылайдың соңғы несінен бұрын келдік. Соңғы шапқыншылығынан бұрын келген халықпыз. Құрметті замандаштар, бұл жерде қосымша қойсын нәрсе, негізілі Қазақстанның әрбір облысында қырғыздың көп рулары yaşайды. Бізде қайсы рулар болса, осы рулар Қазақстанда абдан көп. Бұл жаңағы сұрау болып атпай, бұл қашан келген, қандай деп. Мына Зарлық Асыл айтып кетті. Негізі бұл жаңағы бай қырғыздар Абылайдан бұрын келгендер. Біз көп айтамыз, мына Жоңғар соғышы деп атпай, Жоңғар қалмақ қырғыз соғышы, қалмақ Қытай қазақ соғышы депші. Ол жоңғарларды кезегенде қалмақ қырғыз менен қазақ біріккенде де ұталған емес. Көп соғыш болды, қалмақ күшті болған. Ошон үчүн ошол учурда бирден бир баягы вариант болуп айтылып жүрөт. Кыргыздар баягы ар жакка качып, кыргыз казак бир тууганда ошого кирип кеткен. Жер оодарып кирип кеткендер да. Экинчи жана биз айтып атпайбыз. Абылай кыргызды кырганда ушунчалык согуша берет экенбиз. Кыргызды чачыратса болбой, чачыратыш керек дегенде анын өзүн алып барып жана Көкчөтө жана арасы ыргытып калып калган ошондо Көкчөтө Ақмола деп атпайбыз азыр, туурабы? Мурунку Көкчөтөгө калып калганда мына ушундай варианттар менен кыргыздар барып калган. Чындыгында эле Казакстандын картасын, Казакстандын баягы элдеринин арасында урууларды карап көрсөң, кыргыз абдан көп. Черик, Солто, Сарбагыш, Кушчу, Жетиген, жалаң найза деп атпайбызбы? Жалаң найза ал өзү жалаң найза кармап жүргөн экен, өзү аты Кудай берген менимче. Жалаң найза кармап жүргөн экен да, Жетиген. Мына ушундай. Бирден бир эле ушул Акмола менен Меркедеги биздин кыргыз туугандарыбызды алып келип, изилдеп жүргөн адамдар санжыра бир аз маяк куруп отурабыз да. Залбаса сизге суроо. Мына сиздер ушул жерден баягы санжыраны көп казакта айтпайт экен. Сиздерди орто тиги аргындарга кошуп жүрөт да. Бізде ол енді адамның қанына қалай тартат, соған байланысты ғой. Арада әртүрлі адамдар бар ғой, мысалы біз қазақтың ішінде румыз деп те айтатындар бар. Но көпшілігі негізі қазақта да бар ғой, енді сүйек сату жоқ қой. Сен қырғыз болып тудың ба, қазақ болып тудың ба, солай о дүниеге өтесің сүйегін сүйреп. Сондықтан сүйек сату деген жоқ. Сондықтан біз өзіміздің мысалы елімізде біз өзімізді қазақ демейміз. Біз қырғызбыз деп жүреміз. И сол тәрбиеден ғой, тәрбие, ата-бабадан келе жатқан тәрбие ғой біз. Сендер қырғызсыңдар, сендердің тектерің сол деп.
А мынау Жезқазған облысында бұғылар тұрады. Олар тіпті қатты екен, даже бір-бірінен қыз алмайды екен, мен туыспыз, біз қырғызбыз деп. Өзі бір рудан алмайды олар, басқа рудан іздейді екен, мысалы, бұғылар бар. Мына Жезқазған, Қарағанды жағында тұрады. Бізде анау шежіренің анау үш жүздің біреуіне де қосылмайды ғой бұлар. Егер мен мысалы айтам қазақ жігіттеріне, қырғыздың ішінде, біздің көршілес елде бар, мен қазақпын дейді. Мен айтам, о дүниеге барғанда сен или осы күні қалай дейтесің, қай атасына қосыласың, қай руына қосыласың қазақ. Кірме болып қана қаласың, лучшем случае. Сондықтан әркім қырғыз болып шықты, осылай өміріміз өтеді біздің қырғыз болып. Мынау енді біздің жаңағы батырлар жөнінде айтып өттік қой. Сол айтып өткен батырларымыздың ішінде жаңағы осы Құшбек ағамыздың байкеміз осы келіп, сол жерде мына Бүрге батырды тауып, одан жаңа Жайыл батырдың басына барып, осы бір Құран оқытып, ары-бері жүрген кезімізде Мөңке батырдың хабары шығып, сол Мөңке батырды біраз зерттеп, біраз сонымен айналысып бұл кісі жүрді. Соның жаңағы қабырының қай жерде жерленген жеріне дейін сол жердегі тұрғылықты ақсақалдардың әрқайсысының үйіне барып, мына Құшбек байкеміз түгел соның барлығын, сол батырлығын, ол кісілердің қалай сол жерге жерленгені, осы жерлерде қай уақытқа дейін соны атап, осы уақытқа дейін қандай артында аңыз әңгімелер болды. Соның барлығын осы кісі зерттеген кезінде мен осы кісінің жанында бірге болып барып келіп көріп жүрдім. Бұл енді қазақ қырғыздың бөлінетін бұл жерде еш нәрсесі жоқ. Бұл ел үшін, жер үшін бірге шабысып, бірге осы қазіргі кездің өзінде қырғыз қазақ екеуі бір-бірімен бөлініп, бір-бірінен ешқандай айырмашылық болып отқан жоқ. Өйткені қырғыз бен қазақ құда жекжат болып, бір-біріменен қыз алысып, қыз берісіп, мынау жаңағы ортамызда, біздің меркенің ортамызда бір тауымыз бар. Таудың ар жағында Қарақол деген жерлерден канизавод, мына Чатбазардан біздің мерке жерінде бірнеше апаларымыз бар. Сояқтың қыздарын әкеп, осында тұрмыс құрып, өмір сүріп атқан. Бұл енді араласып, мына бір-бірімізбен құда жекжат болып араласып жатқан жер, мерке жерінде. Енді қазір бұл мерке жерінің өзін қырғыз деп, қазақ деп, тек қана мерке жер емес, Жамбыл облысы түгел солай айтуға болады. Оның барлық аудандарында, қай жеріне барсаңыз да қырғыздың көп екенін көресіз. Сізге бізге бір сұрады, біз Мөңке батыр деп атпаймыз ба? Біз Мөңке деп екі жақ, екі батырды мен білемін да. Бұл қайсы Мөңке, бұл қайсы жылқы Мөңке? Жаңағы Қазақстандағы меркедегі сөйіп жатпай ма? Сіз айтқан, сіз іздеп жүрсіз. Ошоны қысқаша маалымат беріп кетсеңіз, бәлкім шығып қалар. 1990 жылдары ушул мерке районында Бүрге батырдың қабырын істеп жүріп, мазарын істеп жүріп, анан ошол жерде Жаңы Турмуш деген айыл бар, Куланның киреберишинде. Ошол жерде Нокен деген аксакал бар экен, азыр көз өтүп кетти, чоң санжырач киши эле. Анан ошол кишиге мен Бүрге батыр боюнча эле сурап барсам, ал киши айтып калды. Бул 90 жылдардын башында болгондо, бул кыргыздар кызык экенсиңер деди. Бу жерде Мөңке батыр темир жол бекети бар деди. Мөңке батырдың мазары бар деди. Мөңке батыр деген bir 2000 гектар жер Мөңкөнүн таласы деп коет экен. Ошо темир жолдун ар түндүк жагын. Анан мен Бүрге батыр жөнүндө аны өзүң жакшы билет экенсиң, Мөңкөнү ушундан бир согуштан кийин аксакалдар келип Куран окуп кетчү эле кыргыздар дейт. Анан алардын көзү өтүп кетти, андан кийин эч ким каттабай калды. Мөңкөңөрдү унуттуңар дедир. Анан мен аябай намыстанып калдым. Анан өткөн жылы дагы мындан 2-3 жыл мурун Бакытжан экөөбүз Атайы барып, ошо темир жол бекетине барып, аларды сүрөткө тартып, ошол жерде аксакалдарды алып барып, Мөңкөнүн жайын дагы бир жолу көрдүм. 90 жылдардан кийин 2 жолу бардым го. Анан басма сөздөргө, газеталарга чыгардык. Анан мага кабарлашып, алар дагы үн кошуп атты. Бу мен тарыхта Мөңке батыр Жедигердин батыры деп жүрөт, Жедигер уруусун. Бирок Жедигерлер менен мен байланышсак, Ноокендеги Жедигерлер Өзбекстанга Наманган областына күмбөз салып койдур Мөңкөсүнө. Анан анда бул кайсы Мөңке батыр? Анан казак аксакалдарын айтканына караганда, ошо Калмак доорунда
казак кыргыз биригип ошо калмак доорунда чоң баатырлык кылган Мөңкө Батыр экен. Эми ал тарыхты азып отурсак, Мөңкө, Темир Мөңкө Батыр, Темирлардын убагында Чыңгыз хандан кийин да мөңкөлөр көп эле болуптур. Анан биз ошону баягы кийинки өзүбүзгө жакынкы доорду алдык. Себеби казактар ошондой атын жоготпой, кыргыздын баатырын мазары деп өздөрү айтышып атса, биз кыргыздар үн катпай турганыбыз кечиримсиз го. Анан алайлыктар кабарлашып калды мага. Бул адигененин ичинде, бөрүнүн ичинде, бөрү уругунун ичиндеги Мөңкө. Биз ушу ата Мөңкө Батырыбызды таппай жүрөт элек. Деген жакында келип, ушак менен байланышып, меркеге барабыз дешип атат. Анан азырынча ушул Мөңкө так боло элек да. Бирок кыргыздын баатыр экени, калмак доорунда баатырлык кылганы чындык. Урматтуу замандаштар, негизи кыргыз казак бир тууган деп айтканы мен кошулам. Кыргыз казак айыл аралашып, кой корулуш жашаган адамдар болгон, кыз беришип, кыз алышкан, эл болушкан. Ушул Абылай хан кыргыздарды чогуу турганда жеңе албайт экен. Буларды чачыратпаса болбойт деп баягы Акмолого көп жерге алып кирип кетпедиби? Мына ошол жерден жана биз баатырларды айтып атпайбызбы? Казак кыргыз биригип душманга каршы чогуу иштешкен деп, чабышкан деп. Мына бир айта кетчү нерсе, бул Каржыбай уулу Чөжө. Белгилүү акын, сөзмөр, чечен, Сары уруусу. Сары уруусунан болот. Ушул Абылайдын ушунда атасы Каржыбайбы колго түшүп кеткен экен. Анан Каржыбайдан Чөжө төрөп атпайбы? Ушу Чөжө кыргыз казактын ичинде сөз өткөн, кадыр бактуу киши болгон. Казак да, кыргыз дагы мунун сөзүнө муюп, айтканын угуп, көңүлүнө туюп жүргөн киши болгон да. Мына ушуга бир эле мисал келтирейин. Мына бул Сыпатай, Албан Сыпатай деп атпайбызбы? Бул казакта да айтылат. Мен шуну интерештирем, ошол Чөжөгө тиешелүү окшойт. Айтылып калды. Бул Сыпатайдын баласы каза болгондо 3 күн Сыпатай боз үйдө отуруп алат да. Турбай отуруп алат, ыйлап эле. Анан Сыпатай баатыр болсо, баягы казактар коркуп, кой Сыпатайды кантип тур деп айтабыз? Кантип баланы жерге өрөбүз, тур деп айтабыз деп айта албай коюшат. Аны ойлонуп турган бир аксакалдар айтты, ай, муну бул маселени чечсе Чөжө эле чечет. Каржыбайдын чөчө досу болгон экен. Ошентип айтылат Санжирада. Ошону чакырып келели деген экен. Анан Чабарман барат, Чөжөгө барып, жайын түшүндүрөт. Баласы каза болуп калды, 3 күндөн бери сөйүктү алып чыга албайбыз. Отурат, түшүндүм анда. Деп анан жанына бир кишини алган экен. Муну Сыпатай да жакшы билет экен жандагы кишини. Ошо экөө келип, анан өкүрүп түшөт. Өкүрүп түшкөндө да Сыпатай, эми арты кайрылуу болсун, балаңдын каза болгонун билген эмес элем, башка иш менен келгенмин дейт. Анан Сыпатай да баатыр киши да кайраттанып туруп, билбесең сенде эч күнөө жок. Эмне иш менен келдиң эле дейт. Ой, былтыр билесиң го, биз үчөөбүз деп жанында досун көрсөтөт. Аңгылоого чыкпадык беле дейт. Ооба дейт. Ошондор муштумдай алтын түшүп калган. Бул таап алыптыр, сурасам бербей атат дейт. Анан Сыпатай айтпай, аңгүдүк. Тапкан сүйүнөт, тааныган алат, бер алтынын дейт. Ошондон Чөжө айтпай, ой, Бали баатыр, ушу туура сөздү айттың. Сен да кезегенде Алладан, Кудайдан бала тилеп, бала тапканда кандай сүйүндүң эле? Эми Алла кайра баласын таанып, алайын деп атса, эмне бербей атасың дейт. Ошондо Сыпатай чочуп кеткен экен да. Ау, кеч болуп калды, алып чыгыңдар деген экен. Ошо бир гана Чөжө Сыпатайды көндүргөндө, мына карабайсыңар, кыргыз казактын арасында да белгилүү кишилер кыргызда, казакта уруп турушканда. Зараса сизге суроо, мына Акмолодо туруп атасыз, областында туруп атасыз, кыргыздар ажыда абдан көп. Ушул жерде кыргыздар өзүнүн баягы үрп адатын, каада салтын кантипдей кармап жүрүшөбү? Казак пен кыргыздын салты баары бирдей ғой. Мына тойларында аз-маз айырмашылыктар бар, но негизи бирдей. Бир тууган калктар ғой енді экөөбү. Енді анын ас берисинде аз-маз бар, но негизи адет, ғұрып, салт барлығы бірдей. Ну неге қазіргі осы заманның өзінде де сол құда түсу, қыз беру, қыз ұзату салты бәрі бұрынғыдай. Сол қырғыз бен қазақтың ешқандай айырмашылығы жоқ. Араласып, ел мен елдің арасында қыз беру, қыз алысу әлі тоқтаған жоқ. Біте қайнасып жүрміз ғой енді. Осы мынау қазіргі аласапыран заманда болса екі туған халықтың бірге жүргені, тізе қосып, туыс болып жүргені, ол бір-біріне серік, бір-біріне күш. Қазіргі Европаның жат мәдениетінен
әулақ жүруге, осы туысқан халықтардың бірігіп жүргені ғанибет, конечно. Ол енді шынында да қазір былай бөлуге де болмайды. Біте қайнасып, қазір баршылық, қазір бұрынғыдай мына қырғыздың жеріне жете алмай жатқан жоқпыз. Bir күнде келеді Құдандалы деген, элекшілік туыстық деген қайта көбейіп келе жатыр қазіргі уақытта. Бұрын мысалы солтүстіктегі қырғыздар, қазақтар болсын, қырғыз болсын, мына жаққа келіп Құдандалы болып болмауы екі талайды. Қазіргі уақытта араласып жатқан жастар араласып, біте қайнасып, баяғы 17-ші жылда қалай араласып атты, соған дейін сол сияқты кәрі аралас. Құдандалы болып, бірігіп, сол біте қайнасып отыр ғой қазір біздің жақта көп, құдаларымыз да, мына жақта нағашы жұрт болып араласып отқан халық. Менің өзімнің бір балдызым осы Жуырмаңда қызын осы ұзатты осы Бішкек жаққа. Ол қырғыздар Алматыға көшіп барған, соған. Оны қуанып атамыз ондай нәрсе. Қырғыз менен қазақты ушу сактап калган, азыр жери атпайбыз уруучулук деп. Уруу болсо керек дейм да. Ошол кайда болсо дагы ушу кыргыздарды байкадым да, уруусун унутпай, ошо жер сууга атын берген экен да. Мен муну Азербайжанга барганда аябай таң калып, ошондой кыргыз аталыштагы айылдарды кыдырып келдим. Жакында энди ал өзүнчө кеп болор. Ал эми мурогу булардын Акмола областында жанагы Элимбай Кунандан тараган сары уурулар бар экен. Жаңы жол деген айыл экен. Жаңы жол айыл да, жаңы жолдо ошо жалаң сары уурулары көрнөктүү менен кара челекте кушчулар турган экен. Эми биякта деле экөө жанаша жашап атат, биякта да чогуу турушуп, анан урууларын унутпай, эми азыр көбү баягы шаарга, Астанага, Борборго кетип калышып, анан монголиялык казактарды ушул кеткендердин тамын сатып алып, жаңы жолдо сарылар деле калбай шаарлап кетип калышты да. Андан тышкары, мисалы, Хакасияда жана алар сөөк деп коет. Мен ошо Хакасияга барганда кыргыз деген, анан туран деген эки чоң уруу деле жолуктурдум да. Туранго түшүнүктүү, кыргыз уруусу анан мен ошол бир аксакалынан сурадым Хакасияда. Кыргыз уруусу, кыргыз сөөк экен. Анын ичинен бөлүнөсүңөрбү десек жок. Кыргыз деле мына көрдүңүздөрбү. Булар кыргызды гана билип калган. Анан урууларын баягы өздөрүнчө эле баягы чоң атасын гана айтканга жарап калышкан да. Буларга салыштырмалуу Алтай Республикасында алар сөөк деп ачык эле мундуз, дөөлөс, кыпчак, найман деп ачык эле айтышат. Биз ошол Алтайда эл оюнуна катышып калдык. Анан биздин таң калганыбыз ошо өкмөт башчылар, бүт делегациялар катышып баягы спорттук оюндар бүткөндөн кийин байгелерин тапшырып атканда сөз аттарын айтат экен да. Мисалы Иван Кыргызбаев биринчи орунду алды, сөөгү мундуз. Биз таң калып калдык. Ошондой спорттук байгелер тапшырганда сөзсүз түрдө ошол сөөгүн уруусун айтып берет экен Алтайда. Ошондо бүт эле анда эч эрен-төрөн жок. Бизде урууду айтып койсо эле бул уруучулук деп атпайбы? Бул андай эмес, бул баягы кайра ынтымакты ширетебиде ойлоп атабыз да, мисалы. Мынакей Акмолодо кушчулар, Акмолодо саруулар бар. Солтолор бери караганда берки жагында экен, биз айка жете албай калдык. Эми алар солтолор баягы жайыл кыргынында аманатка кеткен Абылай Кандыбагында. Зарлық сағат, сізге де сұрау, анан сіз дағы қосылып қойсаңыз. Сіз өзіңіз қырғыз екенін білесіз. Мына азыр болса біраз баяғы қазақтармен аралашып, қазақша сөйлеп қалғаныңыз ба, баяғы. Мұрынғы учурда ата тегиз бұл баяғы намысты өлпадатып қатып сақтаған. Ата тегиз келді беле ушул Кыргызстанга кайра? Кыргызстанга Шабдан Батырдын тұсында біздің аталарымыз келіп, ана айтылып отыр, сұранды біз орыстар қара шекпенді былай қысып атқанда, Столыпиннің реформасынан кейін крепостное право босатылғаннан кейін олар біздің далаға шубады ғой олар, қара шекпенділер орыстар. Сонда жерге қысымшылық істеді бізге. Сонда аталарымыз келіпті. Қызылшылық деген жерден шыққанбыз біз, құшшымыз, біз келейік деп. Шабдан Батырға?
Сосын олар айтты, сүйіп ішетін тамақтарың қайсысы дегенде. Қазақ жерінде ғой, шай депті. Ай, бауырларың қатып кеткен екен. Сендер келіп тұрғанмен бала-шағаларың жерсінбей қалуы мүмкін. Сондықтан бытырамай сол былай бір бүтін боп, сол жақта тұрғыңдар. Ата тектеріңді ұмытпасаңдар болды деп, сол жақта қалып қойған екен. Көрдіңіз бе? Ал анау біздің елде бір Қарой деген жер бар. Мен анау неге Сатбазарға алғаш келіп кеткеннен кейін, артын сол жерге барғаннан кейін білдім, Чкаловка деген жерді, Қаройды. Үйге бізді елде білемін ғой, Қарой деген жер бар екен. Өдейдің Қаройы дейді жұрты. Сонда анау біздің аталарымыз келіп қонғанда ностальгия деген бар ғой, ел сағыну. Соған қойған ат па деп ойлаймын, сол Қарой деп қойған қырғыздың жерінің атын етіп сөйтіп. Этнографияда ушундай болсо керек деп биз да ойлоп атабыз да. Мисалы, мен Бурятияга бардым. Бурятияда 3-6 айыл бар экен, нарын деген. Ошол баягы Енисейде бияка келгенде ошол тияктагы жайлаган жерлерин бияка койсо керек деп ойлойм да. Боом деген жер бар, Кара Суу деген бар, Карашик деген бар, Таштып дегендер бар. Жерді сағынады ғой. Кем деген бул Енисей деген сөз да енді мындайча айтканда. Бақытжан сіз Бұл жаңағы сіз енді жердің аты дегенге кеп тіреледі ғой. Біздің жаңағы меркі жерінің өзінде мен жаңа сіздерге айтып өттім. Біздің жоғарғы таудың етегінде үлкен Чоң Арық деген жер бар. Сол Чоң Арық дегенде осы күнге дейін бір ортада бір кәдімгі бір тайталас бір сұрақ туады. Қырғыздың сөзі Чоң Арық. Қазақта чоң деген сөз жоқ. Үлкен деп атайды. Соны мен айтамын, бұл ат неге берілді? Қай уақытта берілді? Бұл неге осы уақытқа дейін аталады бұл ат? Керек десеңіз, қазір мына канал жәнден түсті. Каналдың өзін Чон каналы деп қойды. Енді осындай атақты ат берілген, содан кейін мынау Ойранды деген жерге мына Құшбек Байкемге айтып отырмын. Кезінде осы соғыстың болған жер екен. Сол Ойран болған жер дейді. Ойрандап сол жерде соғысқан. Өйткені сол таудың Ойрандының ішінен, таудың екі ортасынан кезінде Қалмақтың да жүрген жолы, мына біздің екі жақпен қатынас болғанда жол, соның Ойрандының аузы дейді. Оның айланасы түгел бейіттер. Бұны да бір зерттеп көретін нәрсе. Себебі бұның аты не үшін берілді? Сол жерге қойылған қырғыздардың мәйіті не үшін қойылды ол жерге деген сұрақ туады. Қазақ жерінде сондай болып жатқан нәрселер көп. Енді біз осы жасымызға келгенше бірнеше жерді араладық. Барған жерде өзімізді таныстырсақ, біз қырғызбыз деп, қырғыздың шейнесімін деп мен таныстырам. Сол кезде әрбір ауылдан ішінен бір апалар шығады, не болмаса бір жеңгейлер шығады. Ойбай менің бауырым екенсің, ойбай менің туғаным екенсің деп. Бұлай қарап отырсаңыздар, мен осығанда таңғалам, қаншама Қазақстан болсын, басқа жерлер болсын, топталып қалған қырғыз елдері бар. Олардың бәрі не үшін солай? Біреу ол жаққа апарды ма, жоқ қуды ма, кезінде қандай бір оқиғалар болды? Бұны да толық бір зерттеу керек сияқты. Топонимдер бойынша сөз удул келіп қалдық ұқсайды. Бұл азыр интернетте барлығы қарашып атпай, бұл Крымдағы қырғыз аттуу айылдар бар екен дешіп. Азыр біз таң алып атабыз. Мен мұны 90-шы жылдары, 89-шы жылдары Москваға барып бір досым бар эле, чалгынчы болып жүрген. Ошол бір карта көрсөткөндө, 50-нчи жылга чейин карта болчу, ошондо картаны көрүп алып, Крымдын картасын таң алдым. Бүт эле кыргыздын аттары да. Анан 1948 жылы ошол кыргыз айылдарын бардыгын бір 40-ка жакын кыргыз аттарын өчүрүп туруп, 18 майда РСФСРдын указы менен бір күндө жок кылып койгонда. Мисалы Кушчу деген айылды, жага Охотникова деп койгон, Найман деген атты өзгөрткөн. Мына мен муну 90-чы жылдары жазгам, былтыр кайра чыгардык. Коңрат дегенди бөлөкчө атаган, Маңгыт дегенде Сары Кыпчак, Меркит, Аксакал, Асанбай, Кытай айылы, Бай кыргыз, Таман кыргыз дегендер де бар экен. Ушунун баардыгын берден көп. Мисалы Тагай дегенде Таловка деп койгон, Төбөй дегенде дагы бөлөкчө атаптыр, Зерновка деп коюптур. Кара Чоро деген айыл бар экен.
Кара Чоронун да атын өзгөртүп койгон. 48-жылы ошо менен бүткүл кыргыз аттуу айылдарды өчүрүп койгон. Эми баягыда теле берүү болуп атат Москвадан жана саясатчыларчы. Ошондо бирөө сүйлөп атпайбы, бул украиналар Крымды талашып атканы бекер деди. Бул кыргыздардыкыбы, кимдики экенин такташыбыз керек. Себеби кыргыз айылдардын аттары болчу бул. Кийин эле согуштан кийин Сталин убагында бүт өзгөртүп туруп, бүт орусча аттуу болуп койгон деп. Ошондо мен санап туруп карта боюнча дагы тактадык. Ана мына китепчеге да киргизген былтыр. Ошо менен азыр где-то бир 50ге жакын кыргыз айылдарынын бардыгынын атын өчүрүп койгон да. Мына көрдүңүздөрбү? Ошо менен биздин кыргыз баспаган ис калбаса керек. Бардык жерде ошол мына Коңур ат, Найман, Барын, Кара Чоро, Кушчу ушундай айылдар жок болуп кетип атат Крымда. Мына азыр эми интернетке бир аз чыгарып, азыр чоң талкуу болуп атат. Эми ал кеп жерди азыр барып эле ээлеп алып эмес, бирок бул тарых үчүн тактап коюшубуз керек. Ошо кыргыздар эмне үчүн Крымда ошо жерге айылга аттарын коюшкан? Өздөрүнүн аттарын. Ушундай изилдеп карап жүрүп, мына өзүбүз күбө болуп атабыз. Кайсы жерде кандай кыргыздар жашаган? Кээде ойлойсуң, жана кыргыз бекер айткан эмес да. Кокту барбы кыргыз сөөгү жатпаган, кайың барбы кыргыз балта чаппаган деген сөз бекер эмес да. Биздин ата бабабыздын сөөгү кайда гана жатпаган. Мына азыр айтып атасыз, Бакуга, кийинчеринче сөз кылабызга канча айылдар бар экенин өзүңүз көрүп келдиңиз. Бул кайдан? Биз билбеген нерселер. Бирок кыргыздар бар экен да. Мына монтип, урматтуу замандаштар, Казакстанда жашаган кыргыз туугандарыбыз келип, санжирасын иликтеп, мына Кошобай Аксакал менен салыштырып, баягы таласты кыдырып, Манастын арбагына сыйынып дегендей жүрүшүп, кубанып жүрүшөт. Мына бүгүн ошон үчүн атайын бияка бир теле берүүгө чакырдык эле. Ошону маекта улантып жатабыз. Қазақта шежіре дейді, Қырғызда санжыра дейді. Бұл енді баяғы Союздың кезінде бұл мәселені көп елдер айта бермейтін. Бұл енді мына Союз тарап, мына егемендік алып, әрқайсы мемлекет өзінің жаңағы елін, жұртын білгеннен кейін, мынау енді қазір біз енді шынына келгенде ол уақыттарда біріншіден жоқшылық заман болды, ашаршылық заман болды. Енді біраз үлкен кісілердің әңгімесін тыңдап отырсаңыз, мынау қазақ жерінде 32-ші жылдары әжептәуір жаңағы ашаршылық болған кезде мынау қырғыз жеріне өтіп, сол жерден күнелтіп, қайтадан сол елге оралған елдермен біраз әңгімелескен күндерім болды. Мен енді бір қызық оқиғаны айтайын. Мына Тоқмақ жеріне келгенімізде бір Будайбек, біздің Бидайбек деген ақсақалдың үйіне түс болдық. Сөйтсек, ол ақсақал өзі негізі қазақтың баласы екен. Ашаршылық кезінде сол бидайдың шетіне анасы жоқшылық кезінде жер ауып, сояққа барған кезінде бидайдың ернеуіне тастап кеткен екен. Соны бір қырғыз ақсақалдар асырап алып, жаңағы баланы бағып өсіріп, сол Бидайбек ақсақалдың өзі қартаң болып қалған кез екен, біз сол кісінің үйіне барғанбыз. Сол кезде осы ол ақсақалдың айтқан сөзі, мынау жоқшылық уақыт, ашаршылық уақыт, бұл уақытта ешкім сұраған емес. Ешкім сен қырғызсың, сен қазақсың деп бөлген емес. Мынау енді қазір осы егемендік алып, әркім өзі мемлекет болғаннан кейін бұл шежіре дегенді қозғады, ел дегенді қозғалды, ру дегенді қозғады. Менің осыншама жасқа келіп, мінекей қазір 70-темін деді сол ақсақал. 70-ке келгенімде мені қазір кейін кезде сен қазақ екенсің деп айтып бастады дейді. Осы жасқа келгенімше мен осы жерде қырғыз болып өскем деді. Қырғыздың семьясында мен асырап осы жерде бағып қағып өсірген еді дейді. Ал енді осы шежіре дейміз, бұл осылардың барлығын енді қырғыз бен қазақтың ортасында бір есептен бұл дұрыс нәрсе. Мынау біздің өзіміздің тұқымымызды бір-бірімізге беріп, қыз алысып, қыз беріспей, біздің қайдан шыққанымызды, қай елден, қай рудан, түбіміз кім екенін білгеніміз ол өте жақсы нәрсе. Мынау қазіргі менің айтайын деп отырғаным, кейінгі жастар, қазіргі осы өсіп келе жатқан ұрпақ, осылардың барлығы да осы шежірені бір кісідей жатқа білетіндей болу керек.
Неге? Өйткені бұл түбін білу керек. Ата тегін білу керек. Ар жағын, түбін әрбір адам тарихшы болып, әрбір адам осыны біле жүргені дұрыс па деп ойлаймын. Біз айтып отырмыз ғой, не деп, Қырымда қайдан несі бұл. Мынау Чолпонбай сияқты біздің Ұлы Отан соғысындағы біздің мынау Қыпшақ, Қырғыз несі Бату ханның тұсында да ең қайсарлы, ең қажырлы алғы шепте болған соғыскерлер осы қырғыз қазақ болған. Сондықтан сол барған жерінде ат шыққаннан кейін сондай немен барып солардың аттары қойылды ма деген бір бұл не ғой? Жорамал. Ал енді шежіреге келсек, шежіреде соны түсінбейді қазіргіде. Сен руға бөліп алсың, үйтіп алсың, бүйтіп алсың. Бірақ осы ата заманнан келе жатыр ғой, 7 адамнан қыз алмайды деген. Ол өзімен биологпын мысалы. Мынау қасқыр да, жылқы да мысалы өздеріңіз білесіз ғой, өзінің несін қуып шығады. Басқа үйірге қуып шығады. Сол арқылы жылқы да прогрессировать етіп келе жатыр. Бір кезде ол эволюцияда шыққандай болған, солай қоянда еліктей болып, ақырында міне қазір үлкен жылқы болып тұр. Ол прогрестің бір несі, сол қанды таза ұстап, анау туыстық байланыс болмау керек. Бұл өте бір Құдайдың бір санасына берген, сол малға болсын, қасқырға болсын, адамға болсын, берген бір не, бір сыйлық деуге де болады. Егер ондай болмаса, мынау сайрамда біздің балалар бір барып фронтальный проверкалардан барып келді, сонда айтады, екі үйдің бірінде сайрамда өзбек тұр ғой, екінің бірінде кемтар адам бар мысалы. Орықшал. Ақмоланың тұсында Тельман деген колхоз болды, совхоз болды. Онда баптистер болды да, тек қана өз ішінде ғана қыз алады, қыз береді. Ақырында сосын медицина соған араласты. Бұлай болмайды. Қанды освежать етіп отыру керек. Сондықтан біздің анау 7 атадан қыз алмайды деген, бұл оны білу үшін руыңды, тегіңді білу керек. Вот бұл керек нәрсе. Бұл мәселе ол руға бөлініп бір-бірімізге ала көз батқандық емес. Бұл негізі тегімізді білуіміз керек, генеалогиямызды білуіміз керек біз. Келесі ұрпақтың тағдыры үшін. Қырғыз жөнінде, Қырғызстану бойынша ойлана берсек, ойынучу деги түгөнбейт. Мисалы жакын кылып, Өзбекстанда, Анжан областында, Наманган областында, Жизакта миллиондогон кыргыздар тегин билбей калды. Өзбек болуп жазылып, өзбек болуп, айрымдары гана ушул жакка баягы келгендер менен учурашып калабыз да. Ушул уруусун айткандан жасканат да. Анан санжыраңарды бергиле. Мисалы Жизакта 2 айыл кыргыздар бар. 400 түтүн, бирөөнүндө 100 түтүн, бирөөнүндө 300 түтүн. Тегин айткандан чочулашып турат да. Бул Фергана областында Анжан, Наманганын жээгинде бүт эле кыргыздар. Эми Казакстандагы булар эми кыргызбыз деп эле ачык эле айтышат. Ушинтип отуруп өзүбүздүн улутубузду унутуп, же өзбек деп айта албай, же кыргыз деп айта албай, чайналбай эле ушу кыргыз болсо кыргыз. Дүйнөнүн бардык жерде кыргыз боюнча калыш керек. Ушуну урпактарга кийинки сиздердин небере чөбөрөлөр дагы биз казак дебей, кыргызбыз деп эле казак болуп Казакстанда жашай берсин, туурабы? Бирок ошондо дагы өзүнүн улутун эч качан кыргыз ушунча кылым унутпай келгенде, анан эми миграцияга барып, мисалы Россияга барып, азыр ошол жакта орночо калып калгандан кийинки урпактары ушу кыргыз экенин билбей калабы деген чочулуу да бар, туурабы? Ошол азыр ошол жактан келишпейт, ошол жакта орусча окуп калды, бирок кыргыз экенин, кыргыздын өзүнүн уруусун билбей калса, дагы бир жакында эле бир кызыктуу окуя болду. Согуш убагында, Улуу Ата мекенин согуш убагында, бул Алаокадак бир Көчкөнбай деген киши болгон. Ошол Көчкөнбай фласчылар менен баягы колго түшүп калып, туткунга түшүп, согуш бүткөндөн кийин баягы жашынып келип, анан кантип келген белгисиз. Анан Алаокка келип, Аксыга келсе, ошол баягы туткунга түшкөн, баягы Түркстан легионуна катышкандар, концлагерден качып келгендердин баардыгын 25 жылга Сибирге айдап атат. Анан ал ойлонот, келсе ата энеси өлүп калыптыр, 2 тууган, бир 13 жашар, бир 16 жашар экен. Анан ошол Осмондун балдары да Осмонов Көчкөнбай деген. Анан алат дагы бир айыл аксакалды айтат, мен кеттим, мени да камайт окшойт, бул экиним өлүп калбасын.
Ошомен Россияга кетип, мына 75 жыл болду, жакында таптык. Көрсөк Кемерово областында Белово деген айылда ошол жака барып заводко иштеп, эми баягы келген согуштан келген киши кайтыш болуп кеттир, балдары табылды. Көчкөнбай Осмонов дегендин балдары табылды. 3 бир тууган кетип, азыр өзүнчө 60 түтүн болуп калышыптыр. Анан силер кыргыз экениңерди унуткан жоксуңарбы деп интернет аркылуу байланышып атабыз. Кыргыз экенибизди билебиз, бирок биздин неберебиз уже кыргыз экенин унутуп баратат дейт да. Көрдүңүзбү, 75 жылдан бери байланышы жок болчу. Жакында мына басма сөзгө беребиз го. Анан келгиле дедик, биякта туугандарыңарды таптык биз. Келип катташкыла. Ошо согуштун ызгары менен качып, Сибирь жакта Кемероводо жүрүп жашап калган. Азыр Кемероводо Белово деген шаарда турушат экен. Туугандар мына қазақша сүйлөп атасыз, эми ал карыгач жерде баягы өз элинде, өз жеринде сүйлөшүн, бирок кыргыз тили, кыргыз каада салты, кыргыздын баягы намысы барыңыздарда эле бар да. Ошон үчүн мына атайын ошол жол арытып, ат карыт дейбизби, келип атасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Ойлогон ой максатыңыздар жетиңиздер, ишиңиздер ийгилик болсун. Мына сиз ошо Аксакал, сизге да мен чоң ыраазычылык билдире элем. Атайын ушу адамдарды алып келип тааныштырып жатасыз. Жаңы туугандар болуп калды. Бизге айткандачы, бай кыргыздар. Ылайым ишиңерде ийгилик болсун. Баары жакшылык. Келгениңизге чоң рахмат Аксакал. Ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.